Қазір карантин уақытында көптеген мекемелер өз қызметтерін онлайн ұсынуға көшті. Соның ішінде дәріханалар да бар. Сіз үйіңізде немесе жұмыс орныңызда отырып ақ қажетті дәрілеріңізді телефон арқылы хабарласып, тапсырыс беруіңізге болады. Алло, саламатсыз ба? Маған парацетамол, аспирин және антипал бере салыңыз. Осылайша берілген тапсырысты қабылдап алған дәріхана көрсетілген мекен-жай бойынша дәрілерді апарып береді. Қарасай ауданы бойынша мұндай қызмет түрі Қаскелең қаласындағы Әлия жеке кәсіпкерлігі мен Роза Фарм дәріханалар желісінде бар. Аудандық мәдениет үйіне қарама-қарсы орналасқан Әлия ЖК дәріханасы таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Оған қоса елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты жеткізу қызметін іске қосқан. Барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, Қаскелең қаласы бойынша кез келген мекен-жайға апарып береді. Жеткізу қызметі 600 теңгені құрайды. Қазіргі төтенше жағдайларға байланысты біз дәрі-дәрмекті үйге жетіру несін қолға алдық. Бұған дейін болған жоқ бізде. Карантин кезінде халық үшін далада жүрмесін деп өзіміз сондай жұмысын атқарып жатырмыз, ел игілігі үшін. Ал Роза Фарм дәріханалар желісінде мұндай қызмет түрі осыған дейін болған. Дәріхана мүмкіндігі шектеулі жандардың үйлеріне қажетті дәрілерін жеткізетін. Ал қазір карантин уақытында дәріге үйде отырып ақ тапсырыс беруді барлық аудан тұрғындары үшін қолжетімді етіпті. Әрі тегін. Қарасай ауданына қарасты барлық ауылдық округтерге жеткізіп береді. Көліктер компанияға тіркелгендіктен блок бекеттерінде кедергісіз өтіп, уақытында дәріні ала аласыз. Бастысы таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін хабарлассаңыз болғаны. Қазір карантин уақытында Роза Фарм аптектері дәріні доставканы тегін жасап жатыр. Қазір сол көмегіміз болады жителям района. Осындай қиын кезеңде халықтың игілігіне қызмет етіп жүрген қос дәріхананың еңбектеріне жеміс тілейміз. Сюжетті дайындағандар Бұрым Орынбасар, Артур Қасымов.